20 сабақ, мемлекеттік мерекелер. Оқу мақсаты. Ертеде Наурыз мерекесін қалай тойлағанын, оның өзіндік маңызын білетін боласың. Мемлекеттік мерекелердің өміріміздегі алатын орнын оқып танысасың. Тірек сөз, салт дәстүр. Негізгі мәтін. Қазақстанда мемлекеттік мерекелер өте көп. Соның бірі Наурыз мерекесі. Наурыз – бұл көктем мерекесі, шығыс жаңа жылының басы. Наурыз мерекесі 22 наурызда тойланады. Ерте замандардан-ақ Наурыз мерекесі қарсаңында адамдар үйін, оның айналасын тазалап, шаруашылығын ретке келтірген. Бұлақтың көзін ашып ағаш отырғызған. Мереке күні сәнді, ұлттық киімдер киген. Әр үйде дастархан жайылып, Наурыз көже пісірілген. Бұл тағамды әр отбасы жаңа жылдың құт берекесі және молшылықпен ырыс молайсын деген ниетпен жасайды. Ақсақалдардың батасы. Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын. Қайда барса да жол болсын. Ұлы халқым тоқ болсын. Көліктерің көп болсын. Қайғы уайым жоқ болсын. Қуаныштарың көп болсын. Салт дәстүрлер. Жастар Алтыбақан маңына жиналады. Барлығы ән салып, би билеп, ұлттық ойындарға қатысады. Ер балалар күш сынасып, ат үстінде өнерлерін көрсетеді. Жұрт ақындар айтысын тамашалайды. Бұл қазақ халқының ұлттық дәстүрінің бір көрінісі. Тапсырмалар мен сұрақтар. Наурыз көже, сен наурыз көже дайындауды анаңнан үйренесің. Бұл тағамға қосатын заттарды бірге таңдасасың. Сен ол заттарды атап бере аласың ба? Бата, әрбір жиын тойда батаны қадірлі адамдар беретін болған. Саған ата әжең, атаның қандай тілектер айтқанын есіңе түсіріп көр. Сол тілектерді парталасына айтып бер және оның айтқанын да тыңда. Шығармашылық, саған шетелден қонақтар келді. Олар біздің елдің ұлттық мерекесі жайлы білгісі келеді. Наурыз мерекесінің қалай тойланатынын жеткізу үшін сурет салып әңгіме құра. Ізденіс, қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесің? Оны түрлі ақпарат көздерінен ізде. Білгенің жайлы әңгімеле.